Сәлем қыздар, бүгін сіздермен таңғы асқа американский панкейк жасайтын боламыз. Өте оңай, ең қарапайым рецепт деп айтсақ та болады. Мен бірінші рет жасағанның өзінде-ақ идеальный болып шықты. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Қыздар, одан да басқа менің каналымда көптеген хит рецепттерді таба аласыздар. Сол себепті менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Панкейкті жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге қажет жылы сүт, жұмыртқа, ерітілген май, қант, қопсытқыш, яғни разрыхлитель, ұн керек болады. Барлығының грамдарын төменде описание бөлімінде жазып қалдырамын. Ең алдымен құрғақ және де таза ыдысқа қантты жұмыртқаны салып, венчиктің көмегінде жақсылап араластырып аламыз. Қант бізде жақсы еріп кету керек. Енді үстінен жылы сүттің барлығын толықтай құямыз. Венчиктің көмегінде тағы да жақсылап араластырамыз. Мән беріңіздер, сүт қатты ыстық болмау керек, себебі жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Електен өткізіп, қопсытқышты және де ұнды салып аламыз. Міндетті түрде електен өткізіңіздер. Сол кезде түйіршіктер болмай, панкейкіміз жақсы көтеріліп пісетін болады. Венчикпен араластырамыз тағы да. Түйіршіктер болып қалмау керек. Бір келкі болғанға дейін жақсылап араластырыңыздар. Енді үстінен ерітілген майды құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Менде май 82%. Сіздер кез келген майды қолдансаңыздар болады. Оның проценті маңызды емес. Тіпті үй жағдайында дайындалған майды да қолдансаңыздар болады. Қамырымыз дайын болды. Міне осындай сұйық консистенцияда болып шығады. Енді табамызды орташа отта жақсылап қыздырамыз. Қызған табаға аз мөлшерде қамыр құя отырып, панкейктарымызды пісіріп аламыз. Біраз уақыт өткеннен соң қамырдың бетінде осындай тесіктер пайда болады. Дәл сол кезде екінші жағын аударып, оны да қызартып пісіріп аламыз. Екінші жағы өте тез піседі. Күйдіріп алмай, әдемілеп пісіріп алып аламыз. Дәл солай екінші қамырды да құюдан бұрын табамызды аздап қыздырамыз. Одан кейін барып қамырды құямыз. Дәл солай тесік болған кезінде екінші жағында пісіріп, қалған қамырлардың барлығын пісіріп аламыз. Міне достар, біздің панкейктарымыз пісіп шықты. Өте әдемі, майсыз, сондай дәмді болып шығады. Міндетті түрде қорықпай жасап көріңіздер. Достар, рецепт ұнаған болса, өздеріңіздің жақын адамдарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Олар да жасап көріп, сіздерге рахмет айтады. Дәл менің рецептіммен осы панкейкті жасап көрген болсаңыз, комментария бөлімінде бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға үлкен алғысымды білдіремін. Алдағы уақытта бұдан да көп рецепттер болады. Сол себепті менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кабачкиден оладьи жасаудың рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде сол видеода кездескенше сау болыңыздар.